Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге осындай керемет панапипайдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт бір жасағаннан керемет болып шығады, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Достар, сіздер бұл рецептпен сатылымға да шығара аласыздар. Үй жағдайында жасасаңыздар да болады. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызға разрыхлителді қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды ыдысымызға салып, бөлме температурасында тұрған сары май екеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы орайда біз таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, қантты саламыз да екеуін араластырып қантты ертіп қоямыз. Ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін біз еріген жұмыртқамыздағы сахарды салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Ұнды артық қоспайсыздар. Осылай барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды өте жұмсақ әрі керемет етіп шығарамыз. Дәл видеоларды жасаңыздар. Мен сіздерге қазір описанияға астына рецептердің грамм-граммын барлығын жазып кететін боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді оны пакетке салып, холодильникке кемінде 20 минутқа қоямыз. Содан кейін холодильниктен алып, осылай арнайы формамызға тегістеп салып, шанышқының көмегімен жақсылап тегістеп аламыз да 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осылай керемет болып шығады. Байқасаңыздар, өте керемет әрі көпсіп тамаша болып піскен. Енді достар, біз вареный сгущенканың алдымен бетіне жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Мен үлкен ас қасықпен 2,5 ас қасық қосып, жақсылап тегістеп жайдым. Сіздер одан да көп 3 ас қасық қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Сосын тегістеп жағып шыққаннан кейін бананды реттеп әдемілеп қойып шығамыз. Дәл видеода жасасаңыздар болады. Мінекей біз бананның барлығын жақсылап орналастырып шықтық. Енді бізде крем. Бұл кремде творожный сыр және де 33% сливки, сахарный пудра үшеуін жақсылап араластырып, осылай керемет формада құйып шығатын боламыз. Мінекей сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген формада бетіне осылай әсемдікке құйсаңыздар болады. Және де әсемдік ретінде бетіне мен какао сеуіп шықтым. Содан кейін жанына сахарный пудра септім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдікке қолдансаңыздар болады. Мінекей достар, біздің панапипай пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Менің каналым сіздерге әрдайым ашық. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Осы видеоны сақтап алыңыздар. Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен осындай керемет үй жағдайында жасалатын, қолжетімді заттардан тұратын, өте дәмді әрі көпсіп пісетін пирогтың рецептімен бөлісетін боламын.
Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Рецепт ұнаса лайк, комментарий қалдырып, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетіңіздер, қолдап кетіңіздер, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал достар, ең алдымен біз керекті заттарымыз ашыған айранмен немесе тәтті айранмен жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша менде ашыған айран болғандықтан осымен керемет рецепт шығарайын деп шештім. Осылай айранымызға 1 чайный ложка ас содасын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Одан кейін біз жұмыртқамызды таза ыдысымызға жарып, үстінен сахар салатын боламыз. Бірақ біз сахарымызды бөліп салғанымыз дұрыс, сонда біздің жұмыртқалы тестамыз жақсы көтерілетін болады. Міндетті түрде жұмыртқаға сахарды бөліп салып миксерлейсіздер. Осылай жақсылап екеуін миксерлеп, 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей, біздің жұмыртқамыз бен сахарымыз дайын болды. Байқасаңыздар, мына айран 2 есе ұлғайды көлемі. Осыны салып, екеуін енді жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне біз сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Барлығын тегісте араластырып болғаннан кейін соңында ұнымызды саламыз. Яғни достар, міндетті түрде азғантай разрыхитель салуды ұмытпайсыздар. Жарты чайный ложка разрыхитель міндетті түрде салуымыз қажет. Одан көп болмауы керек, өйткені біз айранға ас содасын қосқан болатынбыз. Осылай қамырымызды, яғни тестамызды дайындаймыз. Осылай жақсылап шанышқа немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай іртік қалмауы қажет. Қалып кеткен жағдайда біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Ал достар, мінекей біздің тестамыз дайын. Енді осыны біз ыдысымызға құятын боламыз. Ыдысымызға құйып, кемінде 20 минутта 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің пирогым дайын болып шықты. Ал сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Егер асығыс болып тұрған жағдайда осы пирогты жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептін ұнаса лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Сана Алтынай. Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма қатты қуаныштымын. Менімен бірге болыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін біз осындай керемет жұмсақ, вареная сгущенка қосылған рогаликелерді жасайтын боламыз. Бұл рогаликелерді сіздер үйде ғана жасап қоймай, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай сіздер өздеріңіздің кішігірім бизнестеріңізді бастасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Ал енді бізге керекті заттар. Ең алдымен біз ыдысымызға ыстық, яғни жылы сүтімізді құямыз. Сосын ашытқымызды салып, сахарымызды салып, сахарымыз ерігенше кішкене араластырып аламыз.
Сахар еріген кезде біз бір жұмыртқамызды алып, бөлек ыдысқа жарып, кішкене араластырып аламыз. Араластырып алып салғандарыңыз жөн, өйткені жұмыртқа жылы сүтке кішкене пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті жұмыртқаны араластырғандарыңыз жөн. Осылай жұмыртқаны араластырып, ерітілген сары майымызды қосамыз. Сосын жақсылап араластырып алғаннан кейін біз кішкене ванилин қосып, ұнды қосатын боламыз. Ұнымызды ақырындап қосып, жақсылап қамыр етіп шығамыз. Сіздер де осылай шанышқының көмегімен жасасаңыздар болады, или қолмен сразу елесеңіздер болады. Мен азырақ біраз зефир қосып жібердім. Өз қалауларыңыз бойынша. Мен қазір описанияға граммдардың барлығын жазып кетемін. Ал осылай жақсылап қамырды илеп аламыз. Мінекей уже біздің қамырымыз дайын. Қатты емес, қатты жұмсақ та емес. Дәл осылай болу керек. Енді мен бұның бетін пищевой пленкамен жауып, кемінде 40 минутқа қойып қоямын жылы жерге. Мінекей достар, қамырымыз осылай көпсіп әдемі болып шықты. Қараңыздар. Қамырымызды алып қайта 2 рет илеп, қайта бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Кемінде 15 минутқа. Одан кейін қайта алып, біз 2 зуалыға бөлетін боламыз. Екі зуалыға бөлгеннен кейін біз жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Қатты қалың емес, орташа көлемде дәл видеодағыдай етіп жайып, біз оны арнайы бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін міндетті түрде қамырдың басы жағын кішкене кесіп жіберіңіздер. Өйткені ол біздің осы варенье сгущенкамыз ағып кетпес үшін арнайы кесілген болатын. Дәл видеодағыдай етіп қаптап орайсыздар. Мінекей барлығын әдемілеп орап алдық. Осылай енді бетіне жұмыртқаны жақсылап тек жағып шығатын боламыз. Осылай 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Ал сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін мені каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Санақ Алтынай. Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сметаник пирогын жасайтын боламыз. Өте қолжетімді, үй жағдайында жасалатын заттармен жасаймыз.
Ол өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын рецепт міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Содан кейін разрыхитель салып бір араластырып жібереміз. Бөлме температурасында тұрған сары майды қолдануымыз қажет. Ескертетін жайт, сары май 60%-дан жоғары болмау керек. Егер 60%-дан жоғары болған жағдайда біздің тестамыз сынып кетуі мүмкін піскеннен кейін. Сол себепті 60%-лық майды қолданған жөн. Екеуін жақсылап араластырып, қамыр илеп шығамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында тұрса, біздің сары майымыз өте жұмсақ болып, қамыр илегенге де ыңғайлы болады. Осылай жақсылап екеуін араластырып алғаннан кейін осылай үгітесіздер. Сосын біз ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, сахарды салып, кішкене ертіп аламыз. Қантымызды енді осылай тестаға салып, жақсылап илеп, қамыр етіп шығарамыз. Осылай кішкене мыжып илесеңіздер, қамырларыңыз сізге қатты болмайды, керемет болып шығады. Дайын болған қамырды 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол арада біз ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және де қаймақ қажет болады. Қаймақ негізі 25%-лық өте жақсы болады. Осылай жұмыртқамыз бен қантымызды салып, кішкене миксерлеп жібереміз де қаймағымызды саламыз. Сосын қаймақ салып болғаннан кейін кішкене араластырып, ванилин салатын боламыз. Осылай дайындап аламыз. Енді біз қамырымызды холодильниктен алып, кішкене май астына жағамыз дәлестің, сосын формаға орналастырамыз. Осылай кішкене қолмен жайып аламыз да формаға салып, бір тегістеп аламыз. Тегістеп болғаннан кейін осылай вилкамен шеттерлі басып, үй ортасын тесіп шығамыз. Сосын біз тестамызды құйып, 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Сіздерге ескертетін жайт, печкаға салғаннан кейін қайта ашудың қажеті жоқ. Ол жағдайда біздің начинкамыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол себепті уақыт болғанша ашуға кеңес беремін. Ал достар, осылай пісіріп алыңыздар. Ал енді осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде видео рецепті ұнаса лайк, комментария қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет әрі үй жағдайында жасалатын, көпсіп пісетін пирог дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, сосын шекерді, яғни сақырды салып, жақсылап миксерлеп жібереміз. Бірінші баяу миксерді қосыңыздар, сосын
ақырындап көбейте отырасыздар. Мінекей достар, көлемі осылай 2 есе ұлғаяды. Осылай ұлғайғаннан кейін ерітілген сұйық майымызды құямыз. Сосын сүтімізді құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз де, ұнымызды разрыхитель және ложкамен ванилин салатын боламыз. Осылай массамызды дайындап аламыз. Достар, сосын миксермен жақсылап бір миксерлеп жіберіп, қалаған формаға осылай құямыз. Достар, осылай құйып болғаннан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мен бетіне шиенің дәндерін салдым, яғни шие салдым. Сіздер де өз қалауыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Мінекей достар, осылай керемет болып пісті. Мен бетіне сахарный пудраны қостым. Достар, міндетті түрде естеріңізде болсын, ыстықтай кеспеңіздер. Мен асығыс болып ыстықтай кесіп едім. Асты кішкене жабысып қалды. Осы жағын қадағалаңыз. Ретте ұнаса сақтап алыңыздар. Құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте керемет әрі дәмді восточный пахлава жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ұн, бөлме температурасындағы сары май керек болады. Сосын оны осылай жақсылап үгітіп араластырып аламыз. Сосын қаймағымызды, жұмыртқаның сарыуызын, шым-шым тұз, разрыхитель салып жақсылап араластырамыз. Сол кезде біз оны илеп холодильникке 20-30 минутқа қоямыз. Жұмыртқаның ақуызы мен шекерді жақсылап араластырып, аппақ болғаннан кейін бетіне жаңғағымызды салып, начинкасын дайындап қоямыз. Кейін біз холодильниктен қамырымызды алып, оны 4-ке бөлеміз. Бір бөлігін арнайы пісіріп аламыз, жайып. Сосын біз қалған 3 бөлігін жайып, астына бір қамырды тастап, сосын начинкамызды саламыз, және де 2 қамырды тастап, тоже начинкасын жағамыз. 3-ші қамырымыз піскен қамыр, яғни оны қойып, бетіне начинкасын қоямыз. Сосын біз бетін қаптап, әдемі шетін барлығын жауып шығасыздар. Сосын жұмыртқаның сары уызын, ақ уыз араласқан бір жұмыртқаны салып, бетіне әдемілеп жағасыздар. Сосын 2-ші қамырға жеткізбей сәл ғана кесіп шығасыздар. Кейін біз оның бетін әдемілеп әрлейміз өз қалауларыңыз бойынша. Сосын біз осыны пешке жіберіп, осылай піскеннен кейін жақсылап барлық бөлімдерін әдемі кесіп шығамыз. Сосын бетіне әсет суымызды құйып, пешке 15 минутқа қайта қоямыз. Сосын міне алдық, дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Үйде жұмыртқа таусылып қалды, қандай пирог жасаймын деп уайымдап жатсаңыздар, мен сіздерге бүгін осындай керемет пирогты ұсынамын. Тіпті
Тіпті бұның пирогтың ерекшелігі 15 минутта микроволновкада дайын болады. Сенбесеңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз енді таза ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді салып аламыз. Ең алдымен ұнымызды саламыз, сосын үстіне какаомызды саламыз, сосын разрыхитель және де сахарды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын біз сливочный майымызды ерітіп құямыз, сосын жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, қою масса жасап шығамыз. Достар, міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Міне достар, осылай қою керемет қамырымыз шығады. Сосын біз оны микроволновкаға 10 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне керемет әрі жұмсақ болып пісіп шықты. Достар, қараңыздаршы, көлемі де қандай күшті. Осылай енді белкамен жақсылап тесіп шығамыз. Сосын шоколад пен сүтті араластырып, ерітіп, бетіне құйып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Бетін сәндесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Достар, мінекей, осылай құйып шықтым. Міне менің пирогым дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге де бұдан да керемет және де пайдалы ақпараттармен, рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Рецепт ұнаса, достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп, комментариялар қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте жұмсақ әрі керемет үй жағдайында жасалатын, ешқандай оқтауды қажет етпейтін және де сливке қосылмайтын торт жасайтын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаң, видеоны соңына дейін қарауды да ұмытпаңыз. Біз ең алдымен таза ыдысымызға әселімізді саламыз. Осылай әселді қыздырып, бір және ложка ас судасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, осылай жақсылап көпіріп қызарғанша араластырасыздар. Осылай қызарғаннан кейін үстіне біз майымызды салып, жақсылап араластырып, майды ерітетін боламыз.
Мінекей осылай болып шығады. Достар, енді біз таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Сосын сахарымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Достар, міндетті түрде естеріңізде болсын, миксерді баяу бастағандарыңыз жөн. Бірден жылдамдықты көбейтіп жіберсеңіздер, массаларыңыз көтерілмей қалады. Сіздер осылай жақсылап араластырсаңыздар, массаларыңыз 2 есе ұлғаятын болады. Міне жұмыртқамыз бен сахарымыз осындай әдемі болып көпсіп шықты. 2 есе ұлғайды массасы. Сосын дайын әсерімізді салып, жақсылап араластырып жібереміз. Ұныма разрыхилерді салып, массаға ақырын салдым да, жай-жай араластырып жібердім. Достар, қатты араластырмаңыздар. Мен видеоны жылдам қылғандықтан осылай қатты көрініп тұр. Басып алмай ақырын араластырыңыздар. Дәл осы видеодағыдай қою болу керек. Сосын пергамент қағазыма 2 қасықтан салып, 22 сантиметрдей өлшеп алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша. Мен 22 сантиметр қылған соң, менде 6 кожа шықты. Сіздерде 18-20 сантиметр қылсаңыздар болады. Достар, сосын 150 градуста 5-6 минутта пісіріп алыңыздар. Қатты күйіп кетпеу керек. Достар, біз қожықтарымыз піскенше осылай үй жағдайында крем жасайтын боламыз. Ешқандай сілекейді қажет етпейді. Достар, 1 литр сүтімізге ұнымызды салып, осылай баяу миксерлеп жібереміз де, үстіне сахарымызды салып, және де миксерлеп жақсылап араластырып жібереміз. Сосын мұны біз баяу отта жай қозғап тұруымыз керек. Достар, міндетті түрде қозғап тұрыңыздар. Сосын жақсылап қозғап тұрасыздар. Сонда қою біздің креміміз дайын болады. Міне достар, қараңыздаршы, осындай қожықтарымыз дайын. Өте жұмсақ әрі майысқанда сынбайтын қожықтар дайын болды. Сосын мен оны осылай кесіп алдым. Өзіме керек форманы кальциямен, сосын артығын майдалап бетіне қолданатын боламын. Міне достар, осылай шықты. Енді біз кремімізді суытып, арасына жағып, тортымызды құрастыратын боламыз. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті ұнаса құрбыларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.
менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызды және де разрыхитель ванилинді салып, жақсылап бір араластырып жіберіп, майымызды үткіштен өткізіп аламыз. Майымыз үткіштен өткеннен кейін 12-ін жақсылап араластырып болғаннан соң біз сахарымызды салып, тағы бір араластырып жібереміз де жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін біз кәдімгі қамыр илеп шығамыз, достар. Мінекей достар, менің тестам дайын. Кемінде 2 сағатқа холодильникке қоясыздар. Кез келген пирогқа қолдана бересіздер. Мінекей менің тестам уже дайын. 2 сағаттан кейін алдым. Енді жақсылап жайып аламын. Кей достар, мен арнайы формаға қамырымды жайып шықтым. Осылай барлығын жайып болғаннан кейін бетіне мен өріктің вареньесін салып, қалған қамырмен бетін әсемдеп шықтым. Солай әсемдеп болғаннан кейін 180 градуста 30-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің пирогым дайын болды. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты.
Енді мен бетіне сахарный пудраның ұнтақтарын септім, жақсылап сеуіп жақтым. Осылай пирогым дайын болды. Достар, видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.